Бәрекелді. Ал енді жайлы орындарыңызға жайғасаңыздар, бүгінгі осынау ел жанашыры энциклопедиямыздың авторы, ұлт жанашыры ортаға сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен Динара Бердімұратты шақырайық. Қайырлы күн баршаларыңызға. Құтты болсын. Бүгіннен бастап сіздер еліміздің нағыз жанашыры Бауыржан Момышұлының төсбелгісін алып жатырсыздар. Бұл ерен еңбектеріңіз, адал жұмыстарыңыз үшін бағаланып жатыр. Нағыз құрметті, бағаланған азаматты тұлғалар сіздер. Құтты болсын. Бүгін сіздерді құрметтеп, Бауыржан Момышұлы атындағы сарбаздарды алдырдық. Бұларға да алғыс айтып қояйық. Осы ел жанашырына лайықты болады. Алдағы уақытта менің үмітімді ақтайды деген сеніммен сіздерді тағы да құрметпен құттықтаймын. Осы ел жанашырлық кешегі марапаттан кейін ол адамның жақсылығын айтып өтейін. Нағыз ел жанашырлығын көрсеткен бізде осы биыл Тоқаев балалар жылы деп атады ғой. Соған ДЦП балаларға, мүмкіндігі шектеулі балаларға мен кітап шығарып таратқан болатынмын. Осы ұлтжан ел жанашырының ішінен Нұрмахамбет Тілеуберді Байжұмаханұлы өзі арнайы мен де сол кітапқа тілеулес болайыншы деп 7000 данасын шығарамын деп өзі маған хабарласты. Сіздердің көздерінше нағыз ел жанашыр екені үшін алғыс хат бергім келіп тұр. Мен ойлаймын, басқа да осы кітапқа ғана шығып қоймай, біздің мақсатымыз осы қазір мода болып кетті ғой, жаңа сөзбен айтқанда кітап шығару, кез келген адамды төсбелгіге шығару. Біздің мақсатымыз соны жою, нағыз тұлғаларды, нағыз Қазақстан, жаңа Қазақстанның дамуына үлесін қосатын азаматтарды біз неге халыққа көрсетпеске деп менің мақсатым, ұраным сол болғандықтан Тілеуберді аға сияқты қалғандарыңызда осы балаларға нағыз ел жанашыр болады деген үміттемін. Ал енді сізден жылы тілек. Ассалаумағалейкум қазақ елі, бүгінгі алып отқан төсбелгілеріңіз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Динара ханым, сізге рахмет. Желбіреп күн байрағы, мөлдіреп нұр баймағы Бәрекелді. Енді өздеріңіз білесіздер, біз қазақ тал бесіктен тартылған тектілігімізді болашаққа дәріптеп жүрген халық екенімізді. Олай болса,
батасыз жауға шаппақ тұрмақ, батасыз бір қадам алға баспаған елміз. Бүгінгі кешіміздің алғы сөзі, сонымен қатар ақ жаулықты ағамыздар бата алғашқы сөзді алуды жөн көріп тұрмыз. Қазақстандық ғалым, қоғам қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат ордені және де тіл жанашыры құрмет ордендерінің иегері Асылы Осман Алиқызына сөз кезегі. Аса қадірлі дәл мына жиынға бас қосып отырғандар, арыннан аттамаған, арғымағын ауыздықтап, тұлпарын тұңғыш тақымына басқан, отауы белек, отаны бір, арыннан аттамаған ағайын, армысыздар деймін. Бүгінгі жүздестіруге, сіздерменен дидарластыруға осындай мүмкіндік беріп, жағдай жасап, мынандай қазақтың алыптарының табанының ізі бар, Қонаев сияқты атамыздың алақанының табы бар. Мына сарайда, мына мерекеде дәл осындай қадірлеп, қастерлеп, шын ел жанашырларын асқақтатып, осындай жасап отырған, бұны бастаушысына да, қостаушысына да ерекше ризашылығымды білдіремін. Динара, егер сені менің енді білуімше Бақытбек Смағұловтың бастамасы менен қоғамда керемет жақсы дүниелер болып жатқанын естимін, білемін, өзімде кейбір дүниелерінің арасында араласып жүрген жанмын. Енді бүгінгі көргенім көп еді, бірақ дәл бүгінгі көргенімдей, бүгінгі мына жанарлары жарқырап тұрған жандармен жүздесудің өзі қазақта сағынышта бір бақыт дейді. Мен үшін бақыт, жандарым барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Динара, сенің жөнің де, орның да бөлек болыпты. Өйткені ел жанашыры деп, шын, ақты ақ, қараны қара деп бағалай білуіміз керек. Егер қара болса, Төле би бабамыз айтқандай қаралауымыз керек. Ал енді шын, әділ, ақ пейілді, ақ ниетті, қазақи ұрықтағы, қазақтың адал жанын ұққан, түсінген, соны бағалай біліп, осылай етіп, кітап шығарғанның өзі бір ғанибет жаным. Менің ол жалпақ шешейлігім емес, тек адалдыққа адал жауап бергенім. Төле би бабамыз айтады, халқыңа әділ бол, дұшпаныңа қатал бол, досыңа адал бол. Осындай тірліктер жасадыңдар. Бүгінгі мемлекет басындағы отырған Қасым Жомарт Тоқаев бірінші күні келген күнінен бастап әділеттікті айтқан, мен сол үшін ерекше ризашылық білдіремін. Тазалықты айтқан, шындықты айтқан, шындықтың шамы дарияның астында да жанады. Сол шындықпенен, сол әділдікпенен, сол адалдықпенен жүрген жандарға мен құрбан болуға бармын. Шын, мына кімнің, Бақытбектің тұла бойында тұнып тұрған қазақтың жан дүниесінің дархандығы да, қазақтың бойындағы адами асыл қасиеті де, рухы да соның бойында тұр. Сондықтан да Қазақстандағы қаншама адам болса да, ешқайсына жаттық жасамай, бөлмей, жармай, мынандай тірлік жасау деген жандарым, ол жұрттың барлығының қолынан келсе де, жүрегінен орын ала алмайды. Оның жұдырықтай жүрегінің төрінен орын алғандықтан ғана осындай тірлікті жасап отыр. Әйтпесе, Бақытбектен асқан байлығы асып тасып жатқанда, қалтасын толтырып, шетелге қазақтың сүйем жері сүйкімді, қадам жері қасиетті, бір уыс топырағының өзі киеліні тастап шетелге кетіп жатқан, қалтасын қалыңдатқан қаншама қазақ бар.
Жандарым, мына жастар, сендер ондайдан үлгі алмаңдар. Дәл қазақ ел үшін, қазақ топырағы үшін, қазақтың киелі жері үшін, қазақ деген халқы үшін, қазақтың тұла бойында тұнып тұрған адами асыл қасиет мол. Сондықтан да мен қазақ туымысымнан таза, арамдықтан ада, қиянаттан жет атасын жетік білетін, қаны да, жаны да таза, алысты жақындататын, аразды татуластыратын, ешкімді жатсынбайтын, баршаның баласын бауырына басқан қазақ деймін. Сондықтан сол қазақтың атына кір келтірмеңдер. Мына байтақ далада, байтақ жерде қазақтікі кімнің, Байтұрсыновтың айтқаны бар, Ахмет Байтұрсыновтың, байтақ жерде, байтілде, қазақтікі деген, қазағым соған шын мәнінде киелі жерге ие болыңыздар дегенді айтқан болар еді. Мен қазақ дархандығы даласынан дарыған, тектілікке бабасынан жарған, сол тектілікті сақтай білейік. Жандарым, елге, халқыңа, жеріңе деген сүйіспеншілік, отан сүйгіштік, елін жерін сүю, мына мекеме менің мекемем, мына қала менің қалам, мына дала менің далам, мына байтақ жер менің тікі деген сондай патриоттық рухта, патриоттық сезімде болу керек. Елім, жерім дегенде жұдырықтай жүрегімізді шам етіп жаға білуіміз керек. Сол мәңгілік, сол шамымыз еш уақытта сөнбесін. Қазақ елі қашанда өзінің атына сай, жеріне лайықты, кеңдігі менен, байтақтығы менен, кісілігі менен, адамгершілігі менен осы мәңгі көк туымыз желбіресін, қазақ елі мәңгі жасасын, елім тәуелсіздігіміз торлы, тіліміз ғұмырлы болсын дейді. Жүрек жарды лебізіңізге, тебіренді тілегіңізге, ыстық пейіліңізге мың алғыс. Бір қошемет білдіріп қояйық жатыр. Ал енді олай болса марапаттауды бастайық. Алғы сөзден соң анамыздың осындай мотивационный сөзі және де елді жақсы көру үшін жүрегіміздің түбіндегі патриоттық сезімді оятқан тебіренді тілектен соң бүгінгі ел үшін еңбек еткен ел жанашырларын Бауыржан Момышұлы төсбелгісімен марапаттауды бастайық. Олай болса, марапатты бастауға, яғни марапатты ұсынатын және де өздерінің алғы сөздерін айтатын Алматы облысы Іле ауданы мәслихат депутаты, ауданның құрметті азаматы, қайырымдылық қорының төрағасы Түймелиев Нұрлан Лесұлын ортаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі, қадірменді жанашыр елдерім. Мынау қазақтың қандай екенін Асыл апам уже айтып бітті, барлығын түсіндік. Артық айту бізде жоқ. Сондықтан мінекей жүрегім қазақ деген, мынау елім, халқым деген ел жанашырлары мына алдымызда отыр. Бүгінгі мынау ел жанашырлары болу оңай тірлік емес. Еліміздің еңбегі сіңіп, мынау халқымызға деген жанашырлықтан мінекей осындай марапатты сіздерге ұсынуға бүгін маған бұйырған екен. Сіздерге көп-көп рахмет. Ал ондай болса марапатыңызды бастайық. Сіздерді шын жүректен мына ел жанашырлығы мынау кітабының энциклопедиясының шығуына шын жүректен құттықтаймын. Ал бастайық марапатымызды. Рахмет сіздерге көп-көп. Бәрекелді. Және де Алматы облыстық мәслихат депутаты, Қазақстан ардагерлері қауымдастығының орынбасары, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы спорт клубының бас жаттықтырушы Нұрсұлтан Орынбасаров ортаға шақырайық. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен. Ассалаумағалейкум, құрметті ел жанашырлары. Бүгінгі мына кітаптың тұсаукесері құтты болсын, алатын марапаттарыңыз құтты болсын. Енді ел жанашыры деген атқа лайықты болу үшін ол үлкен жауапкершілік. Өздеріңіз білесіздер, қазір жаңа Қазақстан деп жатыр президентіміз, әділетті Қазақстан деп жатыр. Ол жаңа Қазақстан сөз жүзінде емес, іс жүзінде болу үшін әрқайсымыз
осы ел жанашырлары осы еліміздің мықты болуына, әділетті Қазақстан болуына әрқайсымыз үлкен үлес қосуға тиіспіз. Әсіресе жаңа Асыл Осман апамыз айтып жатыр, осы жастарды, балаларды біз патриоттыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу керекпіз. Себебі ол ертең еліміздің болашағы, биыл өздеріңіз білесіздер, балалар жылы деп жатыр. Сондықтан да еліміздің әрқашан тәуелсіздігі тұғыры биік болсын. Еліміздің осы ең бастысы осы Динара ханымға үлкен рахмет айтамыз. Осылай өз үлестерін қосып жатқан, еліміздің дамуына үлес қосып жатқан ел жанашырларына осылай марапат жасап жатқан, осылай кітап жинақ жасап жатқан көп рахмет сізге. Осы ең бастысы еліміз мықты болсын, бізге бірлік керек. Сондықтан да бірлігіміз жарасып, осындай ел үшін жасалған тірлігіміз алға баса берсін. Жаңа Қазақстан тек қана жақсылыққа толы болсын. Бәрекелді. Нұрсұлтан мырза, тудың қасына қарай шықсаңыз, бұйырса біз марапатымызды бастайық. Есімдеріңіз аталған кезде шама жетсе шапшаңырақ келсеңіздер, және де Мобилограф мырзалар, ханымдар сәл бөгет жасамасақ, алыстан кадрларыңызды әдемілеп алып тұрсаңыздар. Ал олай болса, алғашқы Қазақстан ардагерлері қауымдастығының кеңесінің шешімімен Бауыржан Момышұлы Батыр шапағаты медалімен наградталатын Итекеев Талғат Қалқамбайұлы. Және де осындай марапатпен марапатталатын Айдарбекова Хазима Қожаханқызы. Келесі кезекте Айдаров Абдиғаппар Абубакырұлы марапатталады. Келесі кезекте Қуатбекова Алуанай Жанкеевізі марапатталады. Туғанда нетейін, қалай басқа байрақтарды көтерін, жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерім. Қазақ болып тумағанда нетейін, қонақ жайлы жайын білмей кетерім. Дәл осындай медалмен Серік Жүзбай марапатталады. Қарным ашы күнмен қуансымен бар қазақ, мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, сүйеу болсын, біреу болсын, мың қазақ, сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Кеудеме төс белгіні тағып алып, бабамның рухы қонғандай, қайсарлық пен қайраттылық сезініп, жігерленіп, шабыттанып барамын. Енді шүкір дейікші деген өзінің шығарған өлеңді оқып жүргім келіп отыр. Көрінбес перде жапсада тұнық жанарды, тәуба деп жүріп, ғаламды сүйем ғаламды, сынағын беріп, тағдырым маған үйретті, өмірге күліп қарауды. Қараймын күліп, бейтаныс болған ақтанға, шуағы бітпес ғибратты сұлу шақтарыға. Адамдар, біздері түсінбейміз ғой көп жайды, шүкірлемейміз нығметтер жауып жатқанда. Шүкір дейікші,
бауырың бүтін басаман, жарық сыйлаған, ғұмыр сыйлаған жасаған, хан сарай салып, хандығын жерде құрса да, жер бетінде қалмайды мәңгі еш адам. Шүкір дейікші, 12 мүше сау кезде, ойдағы ақыл, бойдағы қуат бар кезде, жанарың бар ма, жарықты көрер бауырым. Шүкір ет онда, нұр берген Алла ол көзге. Шүкір дейікші, қайтеміз босқа сенделіп, бақыт іздеп келген ғой мынау жерге жүр. Иман мен шүкір жеткізер бізді мұратқа, еркіне қойсам шығады орға пенделіп. Тәуба дейікші, аяғың аман, қол аман, отбасың аман, жан-жарың аман, баламан. Аспанда қайды аңсамас еді күрсініп, бақытын білсе. Шүкір дейікші, қайтеміз босқа күрсініп, біз сізде мынау жалғасалар тіршілік. Жүрекке ауыр, уайымнан арыл, шүкір де жалғанда мынау жанына құлшылық. Аспанға қара, тастарға қара шындағы, ай күнге қара, гүлдерге қара қырдағы. Жаны жоқ дейсің жарықты, жансыз болса да жаратушыға мақтауын айтып тұр бәрі. Сырымды аштым өлеңмен, сырлы әуенмен, қазағым менің қайратты халық дегенмен, Алласын айтып, алаңсыз жүрген ағайын, бәріңді жақсы көрем мен. Құтты болсын. Бәрекелді Жүзбай аға, көп рахмет сізге. Өнеріңіз үстем болсын, ел үшін еңбегіңізді болашақ елей берсін. Осылай тарихта қалатын тұлға болып жүре беріңіз. Келесі кезекте Абилова Гүлнар Абайқызы марапатталады. Дәл осындай медалмен Жұмағалиева Гүлнар Изимгалиевна марапатталады. Бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш бермеген. Қазақстаннан, алқасын мақтаныш бізде қазақ даласы. Байдың молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған бұл қаласы. Қазақстаннан. Бауыржан Момышұлы Батыр Шапағаты медаль төсбелгісімен Жакиянова Нагима Сапархановна марапатталады. Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Қазақстан, Дәл осындай марапатпен Рәбілұлы Бақытбек марапатталады. тәуелсіз елім. Менің тәуелсіз қазыналы елім бар, ашық көк аспаным, асқарлы тау көлім бар. Қазақстаным, жасасын қазағым, жаса батыр. Ашарипова Бақытгүл Есілбек қызы марапатталады. Мәңгі болсын Қазақстан, жаса Қазақстан. Байлығым менің тәуелсіз елім. Қазақстан. Келесі кезекте Қасабеков Қасым марапатталады. Қазақстан, жаса Қазақстан. Байлығым менің тәуелсіз елім. Келесі кезекте Амантаева Ғалия Дауылбай қызы марапатталады. Болмаған құлқылым, шуағын төккен қаламның шұғыласынан жаралдым, миллиондарға сатылмас. Дәл осындай медалмен Жарылқапова Алмаш Ордабек қызы марапатталады. Барлығын бәрін туған жерім бар, елімде туған ерім бар, атадан қалған жерім бар, әлемнің қисаң бар. Агаев Руслан Убайдуллаевич марапатталады. Қазақтың ұлымын. Дәл осындай медальмен Үсіпбекова Айжан Курманалиевна марапатталады. Елімде туған ерім бар, атадан қалған жерім бар, әлемнің қисаң бар.
дәл осындай медалмен марапаттауға Серіков Нұрланды шақырамыз. Келесі кезекте Төлемісова Арай Магауяновна марапатталады. Байгалиева Гүлпарида Анаркуловна марапатталады. Асанова Гүлзира Жұбаткановна марапатталады. Жұмабекова Қалдықыз Жаппаровна марапатталады. Қожамбердиев Еділ Аділжанұлы марапатталады. Құрметті ел жанашырлары, алдарында Еділ Қожамбердиев деген бокстан әлем чемпионы, талай рет осы еліміздің туын Америкада, көптеген халықаралық жарыстарда биікке көтеріп жүрген спортшы. Жаңа Асыл Осман апамыз айтып жатыр, патриоттық керек деп. Спортшы чемпион болу үшін міндетті түрде патриот болу керек. Мына әрбір осында отырған тағы да Малика Салимова деген шәкіртіміз келіп отыр. Гөйдесудан 2 дүркін әлем чемпионы. Бұлардың барлығы өз елінің патриоттары. Сондықтан да әрқашан еліміздің туы биік болсын, еліміздің туын биікке көтеретін спортшыларымыз мықты болсын. Сәттілік тілеймін. Бауыржан Момышұлының Батыр шапағаты медалімен марапаттауға ортаға Досалы Балжан Ерболқызын шақырамыз. Атасын жаттаған, сақтаған, көйді мықты мен қазақтың баласы. Ел жанашырлары, тағы да мынай Балжан деген Досалы қарындасымыз, Жамбыл ауданы мәслихат депутаты, Жастар ресурстық орталығы Алматы облысы бойынша директордың орынбасары. Осы жаңа айтып жатыр ғой, ДЦП бойынша, балалар үйі бойынша қаншама үлкен көмектер көрсетіп, өте белсенді қарындасымыз. Сондықтан нағыз ел жанашыры, барлықтарыңызға жалпы осы еліміздің жанашыры. Бәрекелді, келесі кезекте Салимова Малика Тимур қызы марапатталады. Айтатын қазақтың қыздары қылыш қайраған, жігітті серттен таймаған, жігітті серттен тайса да қыздар әлі қылыш қайрап жүрді. Міне нағыз қылышы өзі кішкентай болса да, бірақ жүрегі үлкен, елін жерін сүйетін, нағыз қазақ деген сөзге кіргізілмейтін, қазақ қызын арға, ұлын арға балаған, сол арға балаған қызымыз арлы Алла осы бетіңнен тайдырмасын. Қай кезде де тұлпардың соңғы тұяғынан шыққан топырағы алдыңғысынан озып түседі дегендей, сен алдыңғы апаларыңның, ағаларыңнан да асып түстеп, мен соны тілеймін. Айналайын, сен бақытты бол жаным. Бақыт деген нәрсе не? Менің түсінігімде еліне, жеріне деген аянбай, тер төгіп, еңбек етіп, халқының, ұлтының атына кір келтірмеген адам
ең бақытты адамсың. Мен соны сол бақытты сенің тұла бойыңа терең ойласын. Жұдырықтай жүрегіңнің төрінен қазақ деген халықтың ары намысы сенің сол бойыңна барып жүрегіңнің төрінен орын алсын деймін де, тұтас болсын байтақ қазақ даласы, аман болсын әрбір қазақ баласы, құтты тыныш болсын өмір сүрген заманы, құтты болсын, сәтті болсын әрбір басқан қадамың. Менің жақсы жолымды берсін, жасымнан асырып Алла жас берсін деп қазақ деп өтіңдер. Мына байтақ даланы еш уақытта ұмытпаңдар. Соңғы өміріміздің несіне шейін тілін біліңдер, әдетін, ғұрпын, салтын сақтаңдар. Бойларыңда қазақты ата бабаңнан келе жатқан рухты, жұдырықтай жүрегіңдеріңе нәр етіңдер. Нұрлы қазақ қалай нұрын өзгенің бәріне шашып, осыншама ұлттың өкілін бойына қанатының астына алып, қанаттандырып отырса, сендер де әрбір қазақ топырағындағы жанның бәріне сондай үлгі болыңдар деп, соны тілеймін жаным. Бақытты Ал енді келесі кезекте Мажитова Оңаш Марат қызы марапатталады. Келесі кезекте Әбіш Жанар Төренияз қызы марапатталады. Дәл осындай төс белгімен Букашев Бақытжан Құсайынұлы марапатталады. Келесі кезекте Самуратова Ақтолқын Еділ қызы марапатталады. Çalırsanlar benim Қазақтың баласы, жаратқан Алланың назы, есімді айтам. Келесі кезекте Онарбаева Айгүл Әділхан қызы марапатталады. Кіршіксіз намысың, себепсің қайсар қазақтың. Арысың, жанысың, барысың. Келесі кезекте Нұргалимов Саят Нұрланұлы марапатталады. Дәл осындай төс белгімен Әшірбекова Данна Қыздарбек қызы марапатталады. Рамазан Салтанат Рамазан қызы марапатталады. Асанова Замзагүл Ермек қызы марапатталады. Келесі кезекте Анарбеков Нұрғали Әділбекұлы марапатталады. Нұртаева Ақсәуле Дидарбек қызы марапатталады. Өгейхан Гүлмира марапатталады. Келесі кезекте Тусупов Мади Болатұлы марапатталады. Гүлнар Серікбол қызын ортаға шақырамыз.
Нұрбек Сағындық қызы марапатталады. Дәл осындай төсбелгімен Шаяхметов Алмас Мұратбекұлы марапатталады. Сергазина Салтанат Серікқазы қызы марапатталады. Есенәлиева Марал Бектұрзан қызы марапатталады. Сатыбаев Серік Қонысұлы марапатталады. Келесі кезекте Сатыбаева Ақтоты Нұсқабай қызы марапатталады. Келесі кезекте Исмағамбетова Бағдат Әбділмұтталиповна марапатталады. Ибраева Гүлвира Жайлаубай қызы марапатталады. Демалыс жасап алайық. Қадыр мырзаны атамыз айтқандай қос жүректің бір тартты, екіншісін сәл-сәл кембұра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбырады. Бүгінде домбырасын арқалай келіп отырған Бауыржан Момышұлы атындағы Батыр шапағаты медалінің иегері Сабира домбыра мектебінің негізін қалаушысы күйші Сабира Бибаныңыздардың зордаға шақырайық. Қос жүректі домбырасымен. Сабираның орындауында Нұрғыз Әлбекиевтің Әлбек Сабия. Ел жарашыларын ары қарай Батыр шапағаты төсбелгісімен марапаттауға ордаға Алматы облысы Іле ауданы мәслихат депутаты аудандық
Түймелиев Нұрлан Ілесұлын ортаға шақырып, құрмет қошеметтеріңізбен және де қазір ғана алдарыңызда қос жермен домбырасын арқалап келіп өзіндік өнерін көрсеткен Сәбира Бейбатыр ханым осыдан бұрын Батыр Шапағаты медалінің иегері болған, енді Бауыржан Момышұлы атындағы намыс төсбелгісімен марапаттауға ортаға Сәбира Бейбатырды шақырамыз. Келесі кезекте Сілембаев Ардақұлы марапатталады. Сарибаева Сандуғаш Мұхтарқызы марапаттаймыз. Камашева Мақпал Қадырғалиқызы марапатталады. Кагиев Асылбек Аймұратұлын шақырамыз. Қадыр Есімхан марапатталады. Келесі кезекте Кішкенебаева Елнура Жұмабекқызы марапатталады. Қалсибаева Айза Түскенбаева марапатталады. Келесі кезекте Манасова Бақытгүл Хусаевна марапатталады. Сәрсенбаева Әйгерім Алтынбайқызы марапатталады. Халид Данияр Маманұлы марапатталады. Диханбаева Салтанат Бақытқызы марапатталады. Исабекова Жанар Ақылбекқызы марапатталады. Кезекте Асанова Гүлнұр Темірбекқызы марапатталады. Қадырбай Дастан Қуанұлы марапатталады.
Özlem Şınıbayeва marapatlanadi. Исімбекова Айвара Хасисқызы марапатталады. Елминор Құралқызы ортаға шақырамыз. Дәл осындай төс белгіде марапаттауға. Нуриддинова Бақытгүл Насирдиновна марапатталады. Есенгелдин Дәулет Есенгелдіұлы марапатталады. Келесі кезеңде Гизадова Әйгерім Шымболатқызы марапатталады. Келесі кезеңде Сағынтай Арайлым Сағынтайқызы марапатталады. Солатхан Қайдарбек. Бабаш Мария. Келесі кезеңде Арстанова Аида Мұхтарқызы марапатталады. Келесі кезеңде Сақова Мервен Айдариевна марапатталады. Нұрмұхамбет Тілеуберді Байжұмаұлы марапатталады. Келесі кезеңде Серік Гүлмира марапатталады. Келесі кезеңде де осындай төсбелгімен Өндіріс Саят Қанатбекова марапатталады. Келесі кезеңде Нұржұма Айдын Нұржұмаұлы марапатталады. Дәл осындай төсбелгімен Мұсаев Рүстем Сұлтанұлы марапатталады. Келесі кезеңде Русланов Берабек Русланұлы марапатталады. Осындай төсбелгімен Оразғалиева Гүлзара Ниязбекқызы марапатталады.
Жанболатович марапатталады. Бақыт Нұрзат марапатталады. Кезінде Қолдағанова Назерке Исанқызы марапатталады. Жанұлы Төреге марапатталады. Айбас Назира Талғатқызы марапатталады. Жәнібек Мезгілінде Шолбай Бек Мұратұлы марапатталады. Бұғаныңыз жайлауыңызға жайғасаңызға рұқсат. Ал енді барша төсбелгі иегерлері, бүгінгі төсбелгілеріңіз құтты болсын, энциклопедияға кіргендеріңіз құтты болсын, ел үшін еңбек етіп жүре беріңіздер. Сіздер жақсы адамсыздар. Сіздер үшін арнайы Бимұрзаева Айтолқын Мұсақызы жақсы адамдар деген әнмен келе жатыр. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен. Thank you.
болсын ағайын. Бәрекелді, қайырлы кеш барша ел жанашырлары. Бүгінгі ел жанашырлары марапаттау кешіне қош келдіңіздер. Бұл энциклопедияда тәуелсіздік алған күннен бастап еліміздің жаңа сатыға көтерілуіне үлкен үлес қосқан ел жанашырларының келбеті топтасқан. Кітапта қарапайымда еңбекшіл жандардың ісін ел есінде қалдыру мақсатында майталмандар енген мемлекеттің дамуына үлес қосқан азаматтардың еңбектері нақты деректермен көрсетілген. Олай болса, ел жанашыры марапаттау кешіне ел жанашырлары, кейіпкерлер, қош келдіңіздер. Көгімізді көк туымыз желбіреген, Құдайға шүкір, осы күнде азат және де тәуелсіз халықпыз. Олай болса, енді орындарымыздан адаса қоймаспыз, орнымыздан тік тұрып, еліміздің әнұранын жүрегіміздің тұсына оң қолымызды қойып тұрып шырқасақ. Бәрекелді. Ал енді жаңа Қазақстанымыздың дамуына осы күнге дейін үлесін қосып келген азаматтарды еліміздің ел жанашыры Бауыржан Момышұлы төс белгісімен марапаттайтын боламыз. Енді марапатты бастаудың алдында бүгіндегі осы кітаптың авторы, ұлт жанашыры Динара Бердімұратты сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен шақырайын. Баршаларыңызға бүгінгі осы төрге шыққан құрметті орындарыңыз құтты болсын. Мен ойлаймын, бұл жерде отырған әрбір азамат пен азаматшалардың еңбектері шынымен де елімізде пайдасы тигеннен кейін адал еңбектері бағаланып жатыр деп. Сол үшін шын жүректен құттықтаймын. Біздің Бауыржан Момышұлымыз нағыз елдің жанашыры. Сол үшін сіздерді барлығымыз ел жанашыры деп атадық. Ел жанашыры болғандарыңыз тағы да құтты болсын. Әрқайсыларыңызды тек қана осы төсбелгіге ұсынып қоймай, барлықтарын тексеруден өткізіп, лайықты болғандарыңыз үшін осы жерде сіздерді арнайы шақырдық. Ал сіздерге сәттілік, ары қарай да осы төсбелгі нағыз ел жанашыры болып жүре берулеріңізге сенімдімін.
Өздеріңізге мәлім, елдің қамын ойлап жүрген осы жерде ел жанашырлар жиналып отқан жайы бар. Біз қазақ әлімсақтан үлкенге деген құрметімізді ешқашан сейілтпеген халықпыз. Олай болса, үлкенімізден алғы сөзді алып, үлкенімізден баталайық. Осы ортамызда отырған қазақстандық ғалым, қоғам қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат ордені және де тіл жанашыры құрмет белгілерінің иегері Асылы Осман Әлиқызын ортаға шақырайық. Құрмет қошеметтеріңізбен. Ардақты да белгілі, арыннан аттамаған нағыз қазақтың шын жанашырлары, таза жандар, пәк жүректілер, елімнің де, жерімнің де, халқымның да, халықты қалай сүйсе, сондай сүйікті жандары, сендердің жөндерің бөлек, барлықтарыңа армысыздар деп алдарыңда бас иемін. Бүгінгі күн ерекше күн болып тұр. Дәл жұма күні мұсылман қауымына қандай қасиетті, қадірлі күн болса, ел жанашырларын солай етіп, қадірлеп, қастерлеп, мына ғимаратқа, өзі бұл ғимаратқа кірудің өзі, аяқ басудың өзі қаншалықты қиын болса да, бірақ сіздер үшін даңғыл жол болып, мынандай келіп, мына сарайда қандай қазақтың ең ұлыларының табанының ізі бар, Қонаев атамыздың, Алақанның табы бар жердегі осылай отырып жүздесудің өзі бір ғанибет жандарым. Қазақта керемет жақсы сөз бар. Сыйдың жақсы, шөптің жақсысы селеу, сыйдың жақсысы елеу. Еленіп, мынандай мекемеде келіп отырғандарыңызда, барлықтарыңызға да бір осындай жақсылық құтты болсын деймін. Жаңа ұйымдастырушыларға да осыған жағдай жасап, бәрімізді жүздестіріп отырғандарға да ерекше ризашылығымды білдіремін. Динара, сенің еңбегің ерен. Өйткені осынша Қазақстанның түпкір-түпкірінде шын адал жандарды, соларды іздеп, тауып, өзінің атына лайықты етіп, осылай етіп жинап отырғаныңның өзі бір ғанибет жаным. Ол бостан екі адамның басын қосудың өзі қиын, бірақ сол қиындықты жеңіп, осыншама адамды бірін-бірімен жүздестіріп отырғаныңның өзі бұл үлкен нәрсе. Оның үстіне сен энциклопедия деп жатырсың, ел жанашыры деп кітап шығару. Ол кітап мәңгілікке қалатын. Қазақ бар кезде сол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, жақсылығы ары қарай дамиды, өркендейді. Бір жақсы есімнің өзі адамды қанаттандырады. Бір қазақ деген сөздің өзінің қаншалықты мәні маңызы болатын болса, сол қазақ ел үшін, қазақ жері үшін осылай еңбек етіп, қызмет еткен адал жүрекпенен, адалдыққа еш нәрсе жетпейді. Төле би бабамыз халқыңа адil бол, дұшпаныңа қатал бол, досыңа адал бол, осылай адалдықты танытып, осындай жағдай жасап, жұрттың бәрін жүздестірген өзіңнің еңбегің жансын деймін. Осы әсіресе мына жас ұрпақты алып келіп, осы кісілерменен жүздестіріп, бұларды сағат бойы тікесінен тік тұрғызып, осылай құрмет, үлкендерге құрмет көрсету, бұның бәрі бұлардың бойындағы өздерінің отанға, елге, халыққа, жеріне деген сүйіспеншілік, патриоттық сезім бойларында сондай тұнып тұрғаннан кейін ғана осылай келіп тұр. Әйтпесе сағаттап осылай тұру дегенде ол да жайдан жай нәрсе емес жаным. Енді осыған ең бұрындық жастар сендерсіңдер. Анау 20-шы ғасырда егер Мағжан Жұмабаев мен жастарға сенемін десе, бүгінгі басшы да,
қосшы да, әкең де, шешең де, Қазақстандағы тұрғанның барлығы да бүгінгі күннің өзінде, бүгінгі мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі қанша осы жастардың қолында Қазақстанның шын әділ Қазақстан болатын десе, осы сендердің қолдарыңда. Сол әділдік те, шыншылдық та, патриоттық сезім де, адами асыл қасиет те сендердің бойларыңда тұнып тұрсын да, еліңе, халқыңа сол өзіңнің қызығыңды, жақсылығыңды көрсете біл. Елің үшін Қазақстанның сүйем жері сүйкімді, қадам жері қасиетті, бір уыс топырағының өзі киелі, мына байтақ даланы қазақтың ниетіне, пейіліне, ықыласына берілген. Қазақ қанында төккен, жанында берген, бірақ солай бола тұрса да, сұңқар ұста қанаты талатын, тұлпар шапса тұяғы мұқалатын, даланы қазақтың ниетіне, пейіліне берген. Қазақ қашанда малымды алсаң ал, бірақ ниетімді алма деген. Қазақтың бойына дархандығы даласынан дарыған, тектілікке бабасынан жарыған, сол жарығанды, бабасынан қалғанды ары қарай жалғастырып көрсетіп, Қазақстанға қаншама ұлттың өкілін алып келіп тоғытқанда да қазақ қабақ шытқан жоқ, қазақ жартысын жарып, бүтінін бөліп жеді. Сол қазақтың әдетінен, ғұрпынан, салтынан ажыратпай, біз де ары қарай жалғастырайық жандарым. Қазақтың жерінде қаншама ұлттың өкілі тұрса да, барлығына еркіндік те, теңдік те берген, әркім өзінің әдетін де, ғұрпын да, салтын да сақтауға жағдай да жасаған, мүмкіндік те берген. Ал сол қазағын өзінің қанша кең болса, Алла сол кеңдігінен ажыратпасын. Мына даласының да, қаласының да, елінің де, жерінің де қызығын ұрпағына дарытсын, көрсетсін деймін. Елім аман, жұртым тыныш болсын. Еліңді, жеріңді сүйетіндей, әсіресе мен мына тікесінен тік тұрған ұрпаққа айтарым сол, еліңді, жеріңді сүй, еліңді, жеріңе деген өзіңнің бойыңдағы, тұла бойыңдағы қасиетті ата-бабаңнан келген қазақтың тұла бойында адами асыл қасиет тұнып тұрады. Сондықтан мен үнемі айтатыным, тұрмысымнан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, ешкімді жатсынбайтын, бөлмейтін, жармайтын, баршаның баласын бауырына басқан Алла сол адами асыл қасиетті сендердің де бойларыңа дарытып, өздеріңнен кейінгі ұрпаққа соны бере білетіндей болыңдар да, жұдырықтай жүректеріңнің жанартаудай жарқылы таусылмасын, еліме, жеріме деген сүйіспеншіліктерін арта берсін деймін де, елімді даласымен, халқымды данасымен, сәбиді анасымен, азаматтарды санасымен сақтасын деп саналы болайық, елімізді, жерімізді сүйейік. Бірлік болған жерде ғана тірлік бар, бірлігімізден ажыратпасын. Бүгінгі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың саясатын үлкеніміз де, кішіміз де сайратайық, содан кейін соны жетілдірейік. Осы Қазақстан әлемге жақсылығымен қашанда үлгі болсын деп соны тілеймін. Аман болайық. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын да, Құдайым Алла астарыңызға адалдығын берсін, бастарыңызға амандығын берсін, елімізге тыныштығын берсін, осы бірлігімізді ірітпесін, достығымыз арта берсін, нығайсын, қазақ деген халық құмырсқаша көбейсін. Тебіренді тілегіңізге, жүрек жарды лебізіңізге, мың алғыс анамызға бір қошемет соқсақ жарасатын. Ал енді олай болса, Бауыржан Момышұлы төс белгісімен марапаттауды бастайық. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының алғысымен марапатталған Жамбыл аудандық мәслихаттың депутаты Жүнісов Айдын Серікұлын ортаға шақырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті ел жанашырлары. Сіздерді мәртебелі марапаттарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ел игілігі жолында істеп жатқан жұмыстарыңызға табыс,
отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мына Қазақстанымыздың гүлденуіне, дамуына үлес қосып, әрдайым осындай биік белестерден көріне беріңіздер. Елдің ертеңін ойлайтын, болашақ ұрпақтың қамына бейжай қарамайтын сіздердей жандардың барлығына мен қуанамын. Және де осындай сіздердей жандар бар болғанына сіздерге рахмет айтамын. Енді мынерде көп сөйлеудің қажеті жоқ сияқты. Асыл апамыз барлық намыс жағынан да, мына болашақ ұрпақ жағынан да бәрімізге өсиет те айтып, ақылын айтты. Мына алып жатқан марапаттарыңыз тағы да құтты болсын. Алалай болса, бүгінгі ел жанашыры Бауыржан Момышұлы төс белгісімен алғаш болып марапатталатын ер жігіт Қанат Құдайбергенұлын ортаға шақырамыз. Қазақстан ардагерлері қауымдастығы кеңесінің шешімімен Бауыржан Момышұлы батыр шапағаты медалімен Мәдениет Бақыт Мәдениетұлы марапатталады. Келесі кезекте Кубашева Ардақ Мұқаловна марапатталады. Келесі кезекте Канапьянова Раушан Хабдулмуталиповна марапатталады. Келесі кезекте дәл осындай төс белгімен Шуашева Тұрсынбала Нұрзейітовна марапатталады. Дәл осындай төс белгімен Тұрсынов Марат Бақытұлы марапатталады. Шұғыласынан шаралдым, миллиондарға сатылмас, мейірі қымбат анамның, мен қазақтың ұлымын. Келесі кезекте Алтекова Нелкен Әбдіқадыр қызы марапатталады. Келесі кезекте Өкенова Гүлмира Долдашевна марапатталады. Дәл осындай төс белгімен келесі кезекте Қашақанов Мейрамбек Османғалиұлы марапатталады. Келесі кезекте Бақбергенова Айгүл Асқарқызы марапатталады. Келесі кезекте Үсенбаева Күлханыс Теңізбайқызы марапатталады.
Ali Akbarov Жанат Кемелұлы марапатталады. Қалған жер қырмығын, бәрібір туған жер қымбат ел. Сен қазақтың ұлымын. Ибрагим Махаббат Ибрагим қызы марапатталады. Желбіреп күн байрағы, мөлдіреп нұрлы аймағы балдар. Арайлап атсын Айнабеков Айдос Нұрланұлы марапатталады. мәңгілік ел, мекенім қазақ елі. Рухтың көк байрағы, айбын белдің бағы, жасай берсін мәңгі Қазақстан. Қыран елім Жұмабек қызы Дамила марапатталады. еңбегі ел басының, еліне берді асылын бақыт. Ұлы дала, отаным қазақ елі, ғажап елі. Мәңгілік ел, мекен Келесі кезекте Тұрзынова Лаура Мавлud-Шарифовна марапатталады. қыран елі малға, халық табыс самға, Қазақстан. Рухты көк байрағы, айбын белдің бағы, жасай берші мәңгі Қазақстан. Қыран елі малға, Есенгелді Жеңіс марапатталады. Қазақстан. Көз жетпес даласы бар, сөз жетпес қаласы бар. Келесі кезекте Бисенбаева Ұлбозын Аскербек қызы марапатталады. Ұлы дала, отаным қазақ елі, ғажап елі. Мәңгілік ел, мекенім қазақ елі. Жұмабаева Айжан Ғалымжан қызы марапатталады. Қазақстан, ұлттың байрағы, айбын белдің бағы, жасай берші мәңгі Қазақстан. Османбеков Жеңіс Бақытұлы марапатталады. Табыс самға, Келесі кезекте Аяганова Айгерім Теміртас қызы марапатталады. Сені ұмталар түздегі, азат боп тұрғарысы. Уақытты әржан біздегі, қазақ боп туған үшін. Ырысбай Саян Қуантқанұлы марапатталады. Келесі кезекте Інібекова Сұлухан Абдиқадыровна марапатталады. Қашырлығы таудай, түрлігі баудай, жеңісін көрген кезде. Қазағым мәңгі арай, ғажап бұлдаған күші. Бәрекелі Айын Серікұлы, жайларыңызға жайғасып алыңыз. Енді мынау бірдей бір уағыз болып кетпесін, арасында бір ет бір май қылып отырайық. Осы күнді көмірлей кесілсе домбырадан көңілге шаттық сезім қондырарын елітіп шыққан кезде шырқау көкке балбырақ өне бойың балбыраған деп ордаға Батыр шапағаты медалінің иегері Сабира домбыра мектебінің негізін қалаушысы күйші Сабира Бибатыр қыздарыңызды шақырайық. Құрмет қошеметтеріңізбен.
Бәрекелді. Ал енді келесі кезекте бір тұлпар додаға түскенде екінші тұлпар тұяғын тартып қораға сыймай тұрады. Қазір ғана Бауыржан Момышұлы төс белгісімен марапатталған Жамбыл облысынан келіп отырған Оспанбеков жеңісті өмір керемет деген әнімен ортаға шақыртайық. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен. Өмірді сүйем, жолымда сенің барың үшін. Анамды сүйем, сыйлаған мына таңым үшін. Әкемді сүйем, бойыма біткен қаным үшін. Барымды сүйем, бәріңді сүйем, Тәңір үшін. Жетелеп алған арманнан арман, өмір керемет. Сүрініп кейде бауырыңа алған, өмір керемет. Көңілің шөлдеп, жолыңды іздеп, таппай бір күні. Ойда жоқ сәтте қуанта салған, өмір керемет. Оянсаң таңда жүретін жолың әлі де бар. Сүре алсаң дұрыс өмірдің мынау мәні де бар. Тіршілік еткен адамның бірі бақытты ғой. Тойласаң тойың, ойнасаң ойын, бәрі де бар. Жетелеп алған арманнан арман, өмір керемет. Сүрініп кейде бауырыңа алған, өмір керемет. Көңілің шөлдеп, жолыңды іздеп, таппай бір күні. Ойда жоқ сәтте қуанта салған, өмір керемет. Әрқашан өмірлеріңіз кереметтей, осындай көңілді кештерде бас қосып еліміз сау, отбасымыз аман болсын. Естелігі бар, есіңде қалар, өмір керемет. Оңайда қиын, барымды көрген, өмір керемет. Күткенің келіп, аяңдап өтер, қайран күндер ай. Болса да бір сәт, күлімдеп жүрген, өмір керемет. Болса да бір сәт, күлімдеп жүрген, өмір керемет. Рахмет. Жеңіс мырза, бұл өмірден жазымай өт, баққысы қона берсін басыңа кеп. Құдай бұйырса, қазақтың маңдайындағы жұлдыз болып, Жамбылдың жетпей кеткен жасына жетті тілек білдірем. Ал енді марапатымызды ары қарай жалғастырайық. Келесі марапатты ұсынатын, төс белгіні төстеріңізге қыстыратын Алматы облысы Іле ауданы мәслихат депутаты, ауданның құрметті азаматы, Қайырымдылық қорының төрағасы Түлешев Нұртай Ілесұлын ортаға шақырайық. Құрмет қошеметтеріңізбен. Және де қазір қос шекті домбырасын арқалап келіп, қазақылықтың иісін шығарған Сабира Бейбатыр, бұрында Батыр шапағаты медалін алған, енді Бауыржан Момышұлы атындағы намыс төс белгісімен марапаттауды жөн көріп тұрмыз. Құрмет қошеметтеріңізбен.
Бәрекелді. Келесі кезекте Раушан Дәулет қызы марапатталады. Келесі кезекте Калентирова Сара Нұрмағамбет қызы марапатталады. Желбай кетерім, қазақ болып тумағанда нетерім, өкініштен өртенерім өтемін, қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуелетпен кетерім. Келесі кезекте дәл осындай төсбелгімен Қоспаев Төлеген Серікбайұлы марапатталады. Ән қазақ болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетейін, қалай басқа байрақтарды көтерем, жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті адам. Келесі кезекте Икрамова Гүлнұр Бақытовна марапатталады. Қазақ болып бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, баршаны мен қуансың. Жанайдарова Жанаркүл Беспаевна марапатталады. Қазақ тіл, бір қазақ, сүйір болсын, біреу болсын, мың қазақ, сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Ел жанашыры Бауыржан Момышұлы төсбелгісімен келесі кезекте марапатталатын Сандыбай Азамат Темірбайұлы. Қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, баршаны мен қуансыйын бар қазақ, мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, сүйір болсын түреу. Келесі кезекте дәл осындай төсбелгімен Қасембай Гаухар Нұртас қызы марапатталады. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, сүйір болсын түреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Райымбекова Гүлдана Балтабек қызы марапатталады. Келесі кезекте Бекмұрзаев Рустам Керімбайұлы марапатталады. Келесі кезекте Ысқақбаева Ұлжан Шайқстан қызы марапатталады. Жұбаева Алима Төребек қызы марапатталады. Райгүл Сейсен қызы марапатталады. Келесі кезекте Бибурзаева Айтолқын Мұсақ қызы марапатталады. Келесі дәл осындай марапатпен Рахимова Айжан Зейноллаевна марапатталады. Береке қызы Әсем марапатталады. Бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Дәл осындай төсбелгімен Әмірова Әйгерім Әбутәліп қызы марапатталады. Қазақ
Келесі кезекте Теркешева Айжан Алтынбековна марапатталады. Айжан Алтынбековна. Келесі кезекте Жумахова Тойжан Көлбаевна марапатталады. Алжан Айнұр Әкімжан қызы марапатталады. Жайлорыңызға жайғасыңыз, біз келесі барша бүгінде осынау төс белгімен марапатталып жатқан ел үшін ерен еңбектері ескеріліп жатқан барша дөңгелек столдың басында, дөңгелек ғимараттың ішінде, қара шаңырақтың астында жақсы адамдар жиналып отыр. Олай болса сіздер үшін арнайы Бимұрзаева Айтолқын Мұсақызы жақсы адамдар деген әнімен келе жатыр. Құрмет, қошеметтеріңізбен. Бәрекелді. Ал енді барша ел жанашырлары, ел үшін аянбай еңбек етіп жүрген тұлғалар, тарихта қалды деген осы болар. Ертеңгі өскелең ұрпақ бұл энциклопедияны ашып оқыған кезде сіздердің ерен еңбектеріңізді міндетті түрде жандарына ту ететініне біз кәміл сенеміз. Бүгінгі кешіміз өз мәресіне жетті. Алған медальдарыңыз жұмысты болсын бізге, және де осы жетістікпен тоқтап қалмаңыздар. Келесі жемісті күндермен, жемісті күндерде жолыққанша ер аман, сау болыңыздар.